Қайырлы күн баршаңызға. Мен сіздерге бүгін қызым екеумізден алмадан тосап қалай жасау керек екенін көрсеткім келіп отыр. Өте қарапайым түрі. Бұл жерде біз қызымыз екеуміз сотканы қосып алып осылай теріп жатқанымызды көрсеткіміз келді. Сағыныш деген қызымыз екеуміз осындай жерде түскен алмаларды обал болмасын деген ойда екеуміз осылай бірінші теріп алып бастадық. Бұл жерде қызым онша тере қоймады. Одан алып теріп жүрген еді. Сосын өзім теруге кірістім. Бұл жерде қызым жердегі алманы емес, төбедегі алманы аламын деп бәле болды. Сонымен жарайды деп алып бердім және осылай теріп алдық барлығын. Және бұны енді біз кесіп бастадық. Бұл жерде кесіп жатқан кезде бір алманы төрт бөліктен бөліп жүрген, бірақ ет тартқыштан өтпей қалады екен. Сондықтан бір алманы 5-6 реттен сіздерге кесіп алуға кеңес беремін. Сонда қиналмайсыздар. Мен бір тісімді екі қылып өзім қайтадан алмаларды төрт бөлгендерін бәрін қайтадан 5-6-7 бөлікке шейін бөліп шықтым. Және осылай ет тартқышты қосып алдым да, оларды жақсылап өткіздім. Өткізу барысында жаңа айтқанымдай қателіктер алманы 4 бөлгенім болды. Ал негізінде оны 6-7 бөлікке бөліп өткізген өте ыңғайлы әрі дұрыс екен. Жаздыгүні көп адамдар алма піседі, өрік піседі, барлық жемістерден осылай тосап жасауға кіріседі. Сол сияқты бізде қыстың қамын жазда ойла демекші, осылай тосап жасауды бастап кеттік. Ет тартқыштан өткізіп, осылай газге қойдым. Бірақ ол қою болғандықтан суды қажет ететіндіктен оған жақсылап су құйып, оны қайнатып, оған жақсылап қайнаттым 1 сағат, болмаса 45 минут қайнатсаңыздар да болады. Сосын 20 литр кастрөлде қайнап жатыр, бұған мен 10 литр су және шекерін салдым. Осылай 1 сағат қайнатып алып, оны 5-6 сағатқа қайтадан тұндырып қойдым. Оны реңі өзгеру үшін әрі дәмін білу мақсатында. Осылай қайнатып алғаннан кейін газды өшіріп қойдым да 6 сағаттан кейін қайтадан қайнатуды бастадым. Міне дәл осылай 6 сағаттан кейін қайнап жатқан кезде қоюы астына, сұйығы бетіне шығар екен. Және осылай қайнатып пісіріп алғаннан кейін мен банкеге жақсылап құйып алдым. Ағыздырмай, тамыздырмай дегендей құйып алдым дағыны. Оны жақсылап бұрап тастайын, атылып кетпесін деген мақсатта жақсылап бұрап тастауға кірістім. Бұл бізге енді Құдай қаласа біз бұны қараша айында ашып жейтін боламыз. Қазір осы жерде міне бұрап жатырмын. Осы банканы жауып бастағалы өзім осылай бұруды үйреніп алғам. Кейбір келіншектердің қолдарынан келе бермейтіндей нәрсе деп қояйын. Осылай бұрап алдым жақсылап. Одан кейін оның жақсы бұралғанын әрине тексеріп те аламын, жерге ағып кетпеуін тексеремін. Және осылай тосабымыз дайын. Міне бізге ас болсын, Құдай қаласа, қысты күні осының рахатын көріп жеп бала шағамен отыра берейік. Келесіде кездескенше.